بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bolalar. Bugun bizda 10-dars. Ad-darsul 10. 10-sabaq. Mana 10 degan son. Mana joqda bizda dialog berilgan. Ikki odamning orasida biri Hamid, ikkinchisi Muhammad. Dialogni o'qib o'tirib chiqaylik. Keyin o'qib chiqqandan keyin bu dialogni mіндетті түрде жаттап алыңыздар. Сөйлем. Хамидун. Mana Hamid бастайды диалогты. Ман анта? Сен кімсің? Muhammadun. Muhammad жауап береді. Ана талибун бил джамиати. Мен университетте оқитын студентпін. Мен университеттің студентімін немесе. Одан бөлек былай да аударуға. Мен университетте студентпін. Ана талибун мына студент бил джамиати университетте. Хамид сұрайды: анта талибун жадидун? Сен жаңа студентсің ба? Жаңа оқушысың ба? Мына а деген ал, мына сұраулық демеулік, иә. Одан кейінгі анта, мына анта талибун жадидун? Сен жаңа оқушысың ба? Наам, ана талибун жадидун. Иә, мен жаңа оқушымын. Мен айна анта? Сен қай жақтансың? Ана минал хинди. Мен Үндістаннанмын, Индияданмын. Масмука? Атың қалай? Есімің кім? Исми Мухаммадун. Менің есімім, менің атым Мухаммед. Оман хадал фата лази ма'ака? Ал мынау сенің жанындағы жігіт кім дейді? Ал мынау ма'ака, сенмен бірге, иә? Сенің жанындағы, ма'ака сенің жаныңда, аллази ма'ака сенің жанындағы. Солай аударсақ болады. Ма'ака деген сенмен бірге деген сөз. Ваман хадал фата аллази ма'ака? Ал, ал мына сенің жанындағы жігіт кім? Хуа замили. Ол менің сыныптасым. Ахуа айдон минал хинди. Ол да Үндістаннан ба? Ол да, айдон деген да диетатия, иә. Ол да Үндістаннан ба? Ла, хуа минал ябани. Жоқ, ол Жапониядан. Масмуху. Оның аты кім? Исмуху Хамзату. Оның аты Хамза. Ма луғатука я Мухаммаду? Сенің тілің не, я Мухаммад? Яғни, сенің бұл жерде туған тілін сұрап жатыр, иә. Сенің тілің қандай? Мына жерде сенің тілің не деп аударамыз. Бұл жерде бұлай болуы мүмкін. Екі жаңағындай ұлты басқа студент арабша сөйлегендіктен, енді ұлттарын көріп тұр ғой, басқа ұлт екенін. Сол себепті жаңағы арабша бұл үйреніп арабша сөйлеп тұр, бірақ бұның ұлты басқаша, бұның туған демек тілі де басқаша деп тілін сұрап тұр. Мұхаммад жауап береді: луғатил урдияту. Менің тілім урду тілі. Ахия луғатун сахлатун. Ол жеңіл тілі ма? Сахлатун жеңіл деген сөз. Наам, хия луғатун сахлатун. Я, ол жеңіл тіл. Ва Хамзату. Ма луғатуху? Ал Хамза. Оның тілі не? Луғатуху ябанияту. Оның тілі жапон тілі. Ва хия луғатун са'батун. Және ол қиын тіл. Са'батун деген қиын. Сахлатун деген жеңіл. Мына ал-луғатул ябанияту. Мына жапон тілі. Хамид сұрайды: айна абука я Мухаммаду? Сенің әкең қайда, ей Мухаммед? Аби фил Кувайти. Хуа табибун шахирун. Менің әкем Кувейтте, ол танымал дәрігер. Шахир деген танымал. Ва айна уммука? Ал сенің анаң қайда? Хия айдан фил Кувайти ма'a аби. Хия мударрисатун хунака. Ол да Кувейтте әкеммен бірге. Ол жақта оқытушы. Азахабта илал Кувайти я Мухаммаду? Кувейтке бардың ба, ей Мухаммед? Наам, захабту, я бардым. Ва замилука айна абуху? Ал сенің сыныптасың, оның әкесі қайда? Абуху фил ябани. Оның әкесі Жапонияда. Хуа таджирун кабирун. Ол үлкен саудагер. Алака ахун я Мухаммаду? Сенде бауыр бар ма, ей Мухаммед? Наам, ли ахун вахидун. Я, менде бір бауыр бар.
اسمه أسامة ونن аты ونن есімі Усама وهو معي هنا في المدينة المنورة және ол менімен бірге мұнда мұнда мына қасиетті немесе нұрлы Мединада ولي أخت واحدة اسمها زينب және менде бір әпкем бар оның есімі Зейнеп وهي في العراق مع زوجها және ол Иракта өзінің күйеуімен бірге жолдасымен бірге زوجها مهندس оның күйеуі инженер عندك سيارة يا أخي сенде көлік бар ма я бауырым لا ما عندي سيارة менде көлік жоқ ما عندي менде жоқ ما عندي سيارة عندي دراجة менде велосипед бар حمزة عنده سيارة حمزة ода көлік бар تمارين жаттығулар мына біріншісі أجب عن الأسئلة الآتية келесі сұрақтарға жауап бер дейді мына жақта өзіңіз жауап берсеңіз болады немесе диалог бойынша жауап берсеңіз болады айырмашылық жоқ масмука есімің кім исми Мухаммадун менің есімім Мухаммад дейді мен айна анта сен қай жақтансың ана мен Казахстан мен Қазақстаннанмын ма луғатука сенің тілің не луғатил қазақияту менің тілім қазақ тілі айна абука әкең қайда аби фил масджиди әкем мешітте немесе аби фил куайти дейді әкем куайтте айна уммука умми ма'a аби хунака менің анам әкеммен бірге сол жақта алака ахун сенде бауыр бар ма наам ли ахун вахидун менде бір бауырым бар исмуху хамзату дейді оның есімі Хамза алака ухтун сенде әпкем бар ма наам ли ухтун вахидатун менде бір әпкем бар немесе жоқ деп айтатын болсақ ла ма ли ахун дейміз менде бауыр жоқ ла ма ли ухтун менде әпкем жоқ аиндака сайяратун аиндака сайяратун сенде көлік бар ма наам инди сайяратун менде көлік бар болмаса ма инди сайяратун менде көлік жоқ болса наам инди сайяратун болмаса لا ما عندي болады ما عندي سيارة عندك دراجة سندي велосипед бар ма نعم عندي دراجة عندك قلم سندي قلم бар ма نعم عندي قلم болмаса ما عندي قلم عندك دفتر نعم عندي دفتر أبوك تاجر سنن أكيم سوداجر ما نعم أبي تاجر كبير من أكيم الكن سوداجر болады من أين محمد қай жақтан هو من الياباني ол Жапониядан немесе هو من الهندي диалогта келгенде ол Үндістаннан ма луғатуху оның тілі не луғатухул урдияту оның тілі урду тілі айна абуху оның әкесі қайда абуху фил куайти әкесі куайтте айна уммуху ма'a абихи mana бұлай жазылады уммуху ма'a абихи оның әкесімен бірге ма'a абихи хунака немесе бұлай фил куайти десек болады фил куайти уммуху ма'a абихи хунака харекеттеп қоятын болсақ уммуху ма'a абихи هناك في الكويت так mana 16-шысы болды енді келесі мен айна хамзату хамза қай жерден хуа минал ябани ол Жапониядан ма луғатуху оның тілі не луғатуху ябанияту оның тілі жапон тілі бұлай болады хуа минал ябани هو من اليابان لغته اليابانية هو من اليابان لغته اليابانية هو من اليابان لغته اليابانية ол Жапониядан оның тілі жапон тілі мына тілге қатысты аль-ябанияту дейміз ал елге қатысты аль-ябану келесі
Айна абуху, оның әкесі қайда? Абуху фил масджиди дейді силаға. Оның әкесі мешітте. Айна Зайнабу, Зейнеп қайда? Хия фил мадинатил мунавварати ма'a заужиха. Ол қасиетті Мединада. Хия Нурулла немесе. Хия фил мадинатил мунавварати ма'a заужиха. Мана ха Зейнепке қайтады. Зауж күйеу. Ол өзінің күйеуімен бірге. Қасиетті Мединада. Айна заужуха, оның күйеуі қайда? Заужуха ма'аха, оның күйеуі онымен бірге. Немесе заужуха айдон хунака. А заужуха мударрисун, оның күйеуі оқытушы ма? Ла заужуха мухандисун, оның күйеуі инженер. ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو ها. Міне келес келген мына жерлерге, бос жерлерге мұны келес келген. Сәйкес келетін мұны екі дамирдің бірін қоямыз. Ху деген ертегі, ха деген әйелтегі. Мына хадихил бинту талибатун. Мына қыз оқушы. Енді исмуху бола ма, немесе исмуха бола ма? Хадихил бинту, мына әйелтегіне болғандықтан, мына ха әйелтегіне қолданылады. Исмуха болады. Оның есімі Зайнабу, оның есімі Зейнеп. Мухаммадун табибун, Мухаммад дәрігер. Вабнуху болады, вабнуха болмайды. Өйткені Мухаммад ана ертегінде. Вабнуху мухандисон, Мухаммад дәрігер, оның ұлы, ал оның ұлы инженер. Хада раджулу таджирун кабирун. Мына кісі үлкен саудагер. Исмуху Абдуллахи, оның есімі Абдулла. Исмуху ва исмуха болмайды. Аминату фил ғурфати ва уммуха фил матбахи. Амина бөлмеде, ал оның анасы ас үйде, кухняда. Ва уммуха боласы осыяқты. Аишату табибатун ва ухтуха мумаррилатун. Айша мұны дәрігер, ал оның әпкесі медсестра, медбибі. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. محمد أصبحي خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. محمد сыныптан шықты және онымен бірге оның сыныптасы шықты. هاتي خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Келесі мысалдағыдай 5 сұрақ жауап бер дейді. 5 сұрақ жауап келтір. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. Сенде қалам бар ма? Я, менде қалам бар. عندك دفتر؟ Мына біріншісі болды. عندك دفتر؟ نعم عندي دفتر. Бұл бір. Сенде дәптер бар ма? Я, менде дәптер бар. Екіншісі عندك قلم؟ نعم عندي أجق. عندك كتاب؟ نعم عندي كتاب. Сенде кітап бар ма? Я, менде кітап бар. عندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. Үш болды. Сенде көлік бар ма? Я, менде көлік бар. عندك بيت؟ نعم عندي بيت. Сенде үй бар ма? Я, менде үй бар. Бұл 4 болды. Енді 5-шісі عندك دراجة؟ نعم عندي دراجة. Сенде велосипед бар ма? Я, менде велосипед бар. هاتي 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Мен дәл сондай тапсырма мына жақта болымсыз түрде. عندك قلم؟ Сенде қалам бар ма? لا ما عندي قلم. Жоқ, менде қалам жоқ. عندك دفتر؟ لا ما عندي دفتر. Жоқ, менде дәптер жоқ. عندك كتاب؟ لا ما عندي كتاب. Сенде кітап бар ма? Жоқ, менде кітап жоқ. عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. Жоқ, менде көлік жоқ. عندك دراجة؟ لا ما عندي دراجة. Сенде велосипед бар ма? Жоқ, менде велосипед жоқ. عندك بيت؟ لا жоқ. Сенде үй бар ма? Жоқ. Енді менде үй жоқ деп тағы айталаймыз. ما عندي بيت. Енді байтун деген сөзді жіктеп шығамыз. Менің үйім, сенің үйін, оның үйі әйел тегінде. Ее дом. Его дом, ее дом. Байти, менің үйім, байтука, сенің үйін, байтуху, оның үйі, байтуха, оның үйі әйел тегінде. Сол секілді қолам деген сөзді солай болады. Қолами, менің қаламым, қоламука, сенің қаламың, қоламуху, оның қаламы, қоламуха, оның қаламы әйел тегінде.
келесі أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. келесі есім сөздерді мына есімдіктерге жалғау керек. Бірінші жақтағы, екінші жақтағы, үшінші жақта ер тегінде, үшінші жақта әйел тегінде. Мынау мысалы анық көрсетілгендей. Мысалы қараңыз, қаламы деген сөз берілді. Қалам, енді айтамыз. Бұл жаңа қалам емес, бұл менің қаламым, сенің қаламың, оның қаламы әйел тегінде. هذا قلمي бұл менің қаламым, هذا قلمك бұл сенің қаламың, هذا قلمه бұл оның қаламы, هذا قلمها бұл оның қаламы әйел тегінде. كتاب هذا كتابي هذا كتابك هذا كتابه هذا كتابها. سرير هذا سريري менің төсегім, هذا سريرك бұл сенің төсегің, هذا سريره هذا سريرها. اسم هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها. هذا مننا қол орамал. هذا منديلي бұл менің қол орамалым, هذا منديلك бұл сенің қол орамалың, هذا منديله бұл оның қол орамалы, هذا منديلها бұл оның қол орамалы әйел тегінде. هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها. Енді әйел тегінде хада болмайды, хадихи дейміз. Хадихи сайярати бұл менің көлігім, хадихи сайяратука бұл сенің көлігің, хадихи сайяратуху бұл оның көлігі, хадихи сайяратуха бұл оның көлігі әйел тегінде. Хада мифтахи бұл менің кілтім, хада мифтахука, хада мифтахуху, хада мифтахуха. Хадихи мына ядун деген әйел тегінде, хадихи яди, хадихи ядука, хадихи ядуху, хадихи ядуха. Менің қолым, сенің қолың, оның қолы әйел тегінде. Мына ли иқра дейді, оқы дейді. Мына ли менікі, менде бар. Лака сенікі, сенде бар. Лаху оныкі, ода бар. Лаха мына оныкі, ода бар әйел тегінде. Ли ухтун вахидатун менде бір әпкем бар. Бір әпке бар. Алака ахун сенде бауыр бар ма? Ла ма ли ахун жоқ, менде бауыр жоқ. Ухти лаха тифлун сағирун менің әпкем ода кішкентай бала бар. Замили лаху ахун ва ухтун менің сыныптасым ода бауыр мен әпке бар. Бауыр мен қарындас бар, Келесі, нақул біз айтамыз дейді, мені түсініп жатыр. Инди мен лидің айырмашылығы. Инди китабун менде кітап бар. Ақылсыз заттарға, ақылсыз дейміз, жансыз демейміз, себебі иттер жансыз дегенге кірмей қалады, сол себепті ақылсыз деп аламыз, жануарлар. Мына инди кәлбун менде ит бар, инди китабун менде кітап бар. Нақул және айтамыз ли ахун менде бауыр бар. Ол лимен келеді. Инди ахун деп айтпайсыз, немесе ли китабун деп айтпайсыз. Ла нақул және айтпаймыз, инди ахун деп айтпаймыз дейді. Инди ахун деп айтпаймыз. Инди деген ақылсыздарға. Ма'a енді ма'a деген сөзді түсіндіреді. Ма'a деген бірге, вместе. Хараджа Хамидун ма'a Халидин. Хамид Халидпен бірге шықты. Захабат табибу мa'ал мухандиси. Дәрігер инженермен бірге кетті. Жаласал мударрису мa'ал мудири. Оқытушы директормен бірге отырды. Ман ма'ака я Али. Сенмен бірге кім? Я Али. Ма'i замили менмен бірге сыныптасым. Аминату ма'аха завджуха. Амина онымен бірге оның күйеуі. Хараджа аби минал байти. Ман хараджа ма'аху? Хараджа ма'аху амми. Әкем үйден шықты. Кім онымен бірге шықты? Онымен бірге менің көкем шықты. Яғни әкесінің бауыры. Байтун, байтука, байтуху, байтуха, байти. Оны жіктеп білдік, үй, сенің үйің, оның үйі әйел тегінде, менің үйім. Абун, мені қараңыздар. Абун, әке, абука, сенің әкең. Бұл жерде именно осы әп пен ах деген сөздерде, абун мен ахунда вау жалғанады. Осы дәмирлерге қосылған кезде мынадан басқа, менікі дегеннен басқа қалғандарында вау жалғанады. Осы именно осы екі сөз жатталыңыз. Бұлар негізі 5 сөз. Ал-асмаул хамса деген қағида бар. Бірақ әзірше мына екеуін ғана жаттасаңыз жеткілікті. Абун абука, абуху, абуха, аби. Ахука, ахуху, ахуха, ахи. Аби ва умми фил байти. Әкем мен анам үйде. Айна абука я Хамиду. Әкең қайда, ей Хамид? Захаба иля суқи. Базарға кетті.
أخوك طبيب سينن باورن دارجير ما لا هو مدرس جوق وول وقتوشا زينب في الرياض زينب الرياضة أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة زينب الرياضة ونن باورة طائفتا أو ونن أكيسا خاصية مدينة هذا طالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير منا وشا ونن أكيسا مينيستر وزير أو باورة الكين سوداجر ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة من باورم مكتبكه кетті ал әкем университетке кетті жиналысқа болса керек немесе сабақ беруге міне келесі Мұхаммадун Халидун Хамидун Аббасун Махмудун міне ертегінің аттары ер адамдардың аттары бірақ хамза жоқ соңдарында және танвинге аяқталады ал соңында хамзасы бар ер адамның аттары бұлар танвинге емес жай ғана харекетке аяқталады Хамзату طلحة أسامة معاوية دميسس عكرمة اقرأ الأسماء الآتية واضبط أواخرها келесі есім сөздерді оқы және соңғы харекеттерін қойып шық дейді міне Халидун танвин Хамзату жай ғана харекет дамма Аммарун Анасун Муауияту Хамидун Усамату Икримату Аббасун Мухаммадун Талхату الكلمات الجديدة جانا سوزير الزميل وسنبتاس الزوج كيو واحد بر فتن أنا جاس جگت مع برجع الطفل بالا الكويت كويت واسمين وننشر درس يختلط كلس درس كيزيس كنشة صوب ونزار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته